Жылда көктемде осындай ауылдың шетіндегі талдың арасынан қозырық теріп жейміз. Біз жақтан қозырық енді қырдағы, таудағы өсетіндей қозырықтар сияқты емес, бірақ семеножка деген осындай қозырық өседі біз жақта. Мінекей қазір кесіп алдым шөптің арасында. Синий цвет болады мынау сабағы. Содан семеножка деп кеткен болу керек атауын. Свежий осындай қозырықтар өседі біз жақта. Есі керемет, өзім қозырық жақсы көршім. Биылдыққа бірінші рет шығып тұрмын енді. Азын аулақ қазір ғана келіп теріп жатырмын. Сабағы синий цвет деп айтады ғой. Сондай болғаннан кейін семеножка дейтін шығар бұны. Осындай әдемі қозырықтар шығады біз жақта. Құдай қаласа кешке қуырып жейтін боламыз, Алла бұйыртса. Біз жақтан қозырықтар осындай болады. Мына қозырықтардың пұтырлап өсіп тұрғанын қараңыздаршы. Қандай әдемі. Сөйтіп жасырын өседі ғой біз жақта. Осының бәрін кесіп алатын боламыз. Тергенім мынау жаңадан бері. Егер атамаса теріп қойдым. Қазір соңынан кесіп алайық. Семеножка деген. Жаңбыр жауып тұр. Соған қарамастан қозырық теріп жүрміз. Мінекей осындай болып өсетіндері бар. Осы жапырақтың астында жасырын өседі. Екі-үш кило теріп қойдым уже. Жаңбыр жауып тұр. Бүгінгі несібе осы болды. 4-5 килодай теріп қойдым. Құдай қаласа биылғы қозырық жейтін боламыз.